Әлем коммунист болам деп жер үйғыз деді, таба алмай қанға бөкті. Халифат құрам деп жер үйғыз деді, қанға бөгіп айдалаға лағып кетті. Жер үйғы орнатам деп капиталистік демократияға келді. Жетімі мен жесірі қараусыз қалып, бала атасын, қыз анасын сыйламайтын күйге жетті. Жер үйғы орнатам деп нацистік үшінші рейх шықты. Ари болам деп қанға бөгіп жайына кетті. Крест жорығын жасап, әлемге дін таратам деп Рим папасының жандай шаптары онда шықты. Масқара болып, өтірігі шығып, онда кетті. Әлемді қазақылық ғана құтқара алады. Әр сәбиді бақытты, отбасын толық, кедейі мұңаймайтын, байлары талтаңдамайтын, ұрысы ұрлығын ұмытатын, қарақшысының жүзі ұялатын, атасының атына жаман сөз келтіруден қорқатын ел қазақта ғана. Қазақтың Құдайдан түскен кітабы бар. Ол кітап қазақтың қаны.